Армысыздар құрметті көрермен, назарларыңызға ұлттық ұланда болған маңызды жаңалықтар легін ұсынамыз. Ішкі істер министрінің орынбасары ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал-лейтенант Аңсаған Балтабеков Алматы қаласы полиция департаментінің жеке құрамымен кездесті. Министрдің орынбасары мегаполистегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы полиция жұмысының барысымен танысты. Сондай-ақ қаладағы жедел ахуал, қоғамдық тәртіпті сақтау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Полиция қызметінің тиімділігін арттыру, құқық бұзушылықтардың алдын алу және халықпен өзара байланысты нығайту бағыттарына да назар аударылды. Аңсаған Балтабеков құқық қорғау органдары қызметінің өзегінде заң мен тәртіп қағидасы тұруы қажеттігін атап өтті. Бұдан бөлек басшылық құрамға байланысты қызметкерлердің жұмысына жүйелі бақылау жүргізіп, қызметтік тәртіпті нығайту қажеттігі жеткізілді. Кездесу кезінде Алматы тұрғындарының қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді шешуге жеделдік пен нақты нәтижеге басымдық беру, сонымен қатар полицияға деген қоғамдық сенімді одан әрі арттырудың маңызына тоқталды. Батыр Байзолла Әкежановтың ұрпақтарына атасының есімі берілген ұлттық ұлан ұшағы таныстырылды. Ел тарихындағы өшпес із қалдырған майдангер ұшқыш гвардия полковнигі Байзолла Әкежановтың есімі ұлттық ұланның авиациясында қайта жаңғарды. Ұлы Отан соғысының ардагері атанған батырдың ұрпақтары ұлттық ұланның 36-да 56 әскери авиабазасына арнайы шақыртылып, атақты ұшқыштың есімі берілген Y-8 әскери ұшағымен танысты. Батырдың немересі Талғат Әкежанов бастаған әулет өкілдері әскери бөлімнің тыныс-тіршілігін көріп, ұшақтардың мүмкіндіктері, экипаж жұмысы мен күнделікті қызметі туралы ақпарат алды. Ұрпақтары үшін бұл кездесу аталарының есімі жазылған әуе кемесінің өз көздерімен көрумен ерекшеленген тағылымы мол ерекше сәт болды. Сапар барысында Байзолла Әкежановқа қатысты архивтік құжаттар мен тарихи материалдардың көшірмелері музей қорына табысталды. Енді құнды жәдігерлер әскери қызметшілерге батырдың өмірі мен ерлік жолын танытып, жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік пен елге қызмет етуге деген құндылықтарды қалыптастыруға қызмет етпек. Айта кетейік, ұлттық ұлан ұшақтары жыл сайын Қарасора жедел профилактикалық іс-шарасына қатысып, құрамында есірткі заттары бар өсімдіктердің заңсыз егістіктерін анықтау мақсатында бауырлау ұшуларын орындайды. Ұландықтар сондай-ақ өрт республикалық командалық штабтық оқу жаттығуларына белсенді қатысып, төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет етуге дайындықтарын шыңдайды. Ұлттық ұланның бас қолбасшылығында бірыңғай есеп айырысу орталығы өз жұмысын бастады. Орталықтың құрылуы қаржылық жүйені жетілдіруге және цифрландыруға бағытталған. Бұған дейін әскери қызметшілерге ақшалай үлес, қызметшілерге еңбекақы және өзге де төлемдерді есептеумен әскери бөлімдердің қаржы қызметтері айналысып келді. Енді бұл міндеттер жүйеленіп, орталықтандырылды. Бірыңғай есеп айырысу орталығы ұлттық ұланның қаржылай қызметін цифрландыру бағытындағы маңызды қадам. Бірыңғай цифрлық жүйе арқылы төлемдерді есептеу, өңдеу және бақылау үдерістері бір арнаға біріктірілді. Орталықтың басты міндеті жеке құрамға төлемдердің дәл әрі уақытылы жүргізілуін қамтамасыз ету. Бірыңғай жүйе құжаттарды өңдеу мерзімін қысқартуға, қателіктердің орын алу ықтималдылығын төмендетуге және қаржылық есептерді ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді. Бірыңғай есеп айырысу орталығы жұмысының негізгі нәтижелерінің бірі төлемдерді бір мезгілде жүргізу жүйесі. Енді Қазақстанның барлық өңіріндегі ұлттық ұлан әскери қызметшілері ақшалай үлестерін бір уақытта алады. Бір кездері әлемнің сән подиумдарында жүріп, әйгілі брендтердің киімдерін көпшілікке таныстырған Шыңғыс Таңатбаев бүгінде әскери форма киіп, ұлттық ұлан қатарында отан алдындағы борышын өтеп жүр. Қарағандыдағы 54-51 әскери бөлімнің қатардағы жауынгері Шыңғыс Таңатбаев модельдік мансабын 17 жасында бастаған. Бойымен келісті келбеті оны сән индустриясына жетелеп, халықаралық подиумдарға шығарған. Ол Францияның әйгілі Пьер Кардин сән үйінің, Италияның Федериско Бароззо және Серж Мульти брендінің киімдерін көрсетіп, әлемдің түрлі елдерін шарлаған. Ал бүгінде ол әскерге келіп, подиумдағы нық қадам саптағы әскери жүріске ауысқан. Бір қарағанда модельдік өнер мен әскери қызметтің арасы жер мен көктей көрінуі мүмкін. Алайда екеуіне де ортақ дүние бар. Ол тәртіп пен жинақылық. Подиумда өзін еркін әрі сенімді ұстай білу қажет болса, әскери қызметте де әр қимылға жауапкершілікпен қарап, берілген тапсырманы дәл орындау маңызды. Сарбаз қазіргі уақытта Қарағанды қаласының қоғамдық қауіпсіздігін сақтауға өз үлесін қосып жүр. Күн сайын әскери міндетін абыроймен атқарып, бұқаралық іс-шаралар кезінде және адам көп шоғырланған орындарда қоғамдық тәртіптің сақталуын қадағалайды.
Шайқас 2026 ұлттық инженерлік чемпионатында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің ұлттық ұланның бүркіт тим командасы Назарбаев университетінің өкілдерімен және кибер қауіпсіздік бойынша Франс тим мамандарымен бірлесіп табысты өнер көрсетті. Чемпионат барысында команда бірнеше бағыт бойынша сынға түсті. Кибер қауіпсіздік бағыты бойынша бүркіт тим құрамында азаматтық сала мамандары мен ұлттық ұланның кибер қауіпсіздік бөлімшелерінің штаттағы әскери қызметшілері бірлесіп жұмыс істеді. Жарыс қорытындысы бойынша бүркіт тим жалпы командалық есепте 4-ші орынға ие болды. Команда тактика және кибер қауіпсіздік бағыттарында 1-ші орын жеңіп алса, квадрокоптер мен граната тастау сайысында 2-ші орынға табан тіреді. Заманауи чемпионаттағы жеңістері үшін командаға кубоктар мен ақшалай сертификат табысталды. Ұлттық ұланның әскери қызметшілері Ішкі істер министрлігінің Арлан спорт клубының қолдауымен халықаралық күрес жарысында сәтті өнер көрсетіп, спорттық дайындықтарының жоғарғы деңгейін көрсетті. Қазақстандық балуандар 2026 жылғы 15-17 тамыз аралығында Германияның Дортмунд қаласында грек-рим күресіне халықаралық Grand Prix of Germany турнирінде шеберліктерін танытып, 6 алтын медаль жеңіп алды. Олардың қатарында 2 алтын медаль иеленген ұлттық ұланның әскери қызметшілері де бар. Турнир жеңімпаздары атанған 55-13 әскери бөлімнің қатардағы жауынгері Юсуп Ашрапов пен 66-36 әскери бөлімнің ефрейторы Айбек Айтбеков алтын медаль жеңіп, тұғырдың ең биік сатысына көтерілді. Ұлттық ұланның әскери қызметшілерінің халықаралық аренадағы табысты өнер көрсетуі Қазақстан құрамасының жалпы нәтижесіне қосылған елеулі үлес болып, ұландықтардың жоғарғы деңгейдегі спорттық дайындығын тағы бір мәрте дәлелдеді. Апта жаңалықтары осымен тәмам, келесі кездескенше.